Сәлеметсіз бе оқушылар? Бүгінгі сабағымыз есеп шығару сабағы болады. Біз оқулықтағы 47-ші бетте 2-нің бірінші жаттығуы бар. Осы жаттығудың екіншісін орындаймыз. Берілгені қосымшадағы 3-ші кестеден жаяу адамның, конькишінің, тепловоздың жылдамдығын табыңдар және олардың 10 секунд ішінде жүрген жолын анықтаңдар дейді. Есепті шығару үшін біз есептің нөмірін жазамыз. Екінші есеп берілген деп жазамыз. Берілгені. Енді адамның жылдамдығы. Жылдамдықты В деген әріппен белгілейміз мынандай. А деп қоямыз, адамдікі болғандықтан. Тең. Екінші В конькишінікі. К деп қояйық. Үшінші В тепловоз, поездікі. Енді бұлардың жылдамдығын 3-ші кестеден тауып алыңдар дейді. 3-ші кесте бұл оқулықтың соңында 3-ші кесте бар. Содан қарап тауып аламыз. Мына кестеден. Қарасақ, жаяу адамдікі 1,3 метр секунд жылдамдық. Мына жерге жазамыз адамдікі 1,3 метр бөлінген секунд. Енді конькишінікі 13 метр секундқа дейін. 13 метр бөлінген секунд. Енді тепловоздың жылдамдығын табамыз. Пойыз 28 метр секунд. Жылдамдығы не? 28 секунд. Табуымыз керек, орын ауыстыру. Енді кестені біз пайдаланып болдық, оны орап қоямыз. Мына жерде 10 секунд ішіндегі жүрген жолын анықтаңдар дейді. Уақытты Т деген әріппен белгілейміз мінекей. Т тең 10 секунд. Осы 10 секундтағы жүрген жолын анықтаймыз. Біз жолды S деген әріппен белгілейміз. Онда жазамыз S белгісіз деп. Сызамыз төмен қарай. Формуласы. Қысқаша F деп жазып кете берейік. Формуласы деп жазыңдар. Енді жылдамдықтың формуласын жазамыз. Жылдамдықтың формуласы V тең S бөлінген Т деген формула. Бұл формула, мына формула. Жылдамдықтың формуласы. Осыны жаттап алыңдар, ұмытпайтындай болып. Осыдан біз мына S табамыз. Бұлай болатын болса S тең V бөлінген Т келіп шығады. Формула табылды. Тағы сызамыз. Шешуі. Енді S адам үшін. Тең. Енді берілгенге қарап қойып шығамыз. Біз бұл жерде адамның орын ауыстыруын тауып отырғандықтан берілгенде жылдамдығын жазамыз. Мына V-ның орнына адамның жылдамдығын қоямыз. 1,3 метр секунд көбейтілген уақытымыз бізде міне 10 секундқа тең мына уақыт. 10 секунд деп жазамыз. 10 секунд.
көбейтеміз. 1,3-ті 10-ға көбейтсек, бізде 13 келіп шығады. 13 метр. Секунд пен секунд қысқарып кетеді. Енді екінші S конкиші. Бұнда да осылай. В-ның орнына 13-ті қоямыз. 13 көбейтілген 10. Өлшем бірліктерін өздерін жазасыңдар. Уақытты алмайын деп екеуін көбейтеміз. 130 метр келіп шығады. Үшінші S тепловоз, пойыз болмаса, тең 28 көбейтілген 10. Тең екеуін көбейтсек 280 метр. Мінекей. Сонда жаяу адам 10 секундта 13 метр жүреді екен. Орташа есеппен бұл. Ал конкиші 10 секундта 130 метрді. Пойыз болатын болса, 10 секундта 280 метрді жүріп өтетін екен. Орташа есеп бойынша. Осылай есептейміз.